Бүгін аймақ басшысы Жеңіс Қасымбектің төрағалығымен өткен агрокәсіптік кешенді дамыту жөніндегі жиын өтті. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі Айдарбек Сапаров жұмыс сапары барысында ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілермен кездесті. Өңірдегі сала мамандары мен шаруаларға еліміздегі мал және өсімдік шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласындағы жеткен жетістіктерді баяндады. 2019 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімі көлемі 0,9%-ға ұлғайып, 5,2 триллион теңгені құрады. Бұл ретте мал шаруашылығы өнімінің өндіру 4%-ға артып, ал енді өсімдік шаруашылық өнімінің өндіру 2019 жылғы құрғақшылыққа байланысты 1,7%-ға төмендеді. Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынатын инвестиция 41%-ға ұлғайып, 502 миллиард теңгені құрады. Агроөнеркәсіптік кешен өнімінің экспорты 6,4%-ға өсті, 3,3 миллиард ақш долларын құрады. Облыс бойынша ауыл шаруашылығындағы азық түліктің көрсеткіші 3,6%-ды құрайды. Облыстың 20% халқы ауылды мекендерде тұрады. Біз ауыл шаруашылығы бизнесін әрдайым қолдауға дайынбыз, деді өңір басшысы Жеңіс Қасымбек. Агроөнеркәсіп кешені алдына қойылған 2022 жылға қарай еңбек өнімділігі мен өндірілген өнім экспортын 2,5 есе арттыру міндеттері орындауға облыста біршама жұмыстар атқарылды. Жалпы облыстың ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бағытында жұмыс айқынды жүргізілуде.